Жағдайы керемет жігітке тұрмысқа шығып жатып, енесінің анаконда болатынын білмейді. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз «Мұра» фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Джексон өзінің жүріп жүрген қызы Хеленді шешесімен таныстыруға хан сарайында үйіне алып келеді. Оның ең алғаш қалып келген қызы еді. Хеленнен анасының Құдайға қатты сенетін адам екенін айтып, екі бөлек бөлмеге жатайық дейді. Дегенмен таңертең ерте бөлек жатамыз деп ойлап, бірге ұйықтап қалады. Таңертең таңғы асты көрген Хелен оянып, жуынатын бөлмеге келе жатып, тырдай жалаңаш Джексонның анасын көреді. Таң қалған келіншек қызды басқа бөлмеде ұйықтап жатыр деп ойлағанын жасырмайды. Сасып қалған қыз таңертең Джексонды көруге келгенін айтады. Марта ұлының қайда екенін сұрап, таңғы асқа тыр жалаңаш келмейтін боларсың деп қызды мысқылдап кетіп қалады. Үшеуі атқа мініп серуендеп келеді. Марта өзінің бір аптаға әдемі жоспар құрып қойғанын айтады. Джексон өздерінің тек 3 күн ғана болатынын айтады. Марта олардың қалуы керек екенін айтып, артынан маңызды емес, кете беріңдер деп, өздерінің шіркеуге баруға дайындалуы керек екенін айтады. Хелен өзінің алғашқы кездесуінің тырдай жалаңаш болғаны, ыңғайсыз болғанын Джексонға айтады. Қыз Джексон шыққан отбасына қатты қызығады. Марта қыздың шіркеуге киген көйлегін жақтыртпайды. Қызға шарф беріп, оның мойнындағы тұмарын үзіп алады. Тұмарда Хеленнің ата-анасының суреті еді. Олар қыздың кішкентай кезінде қайтыс болған еді. Марта тұмарды жөндетіп беретінін айтады. Шіркеуден шығып үйге келеді. Джексон өзінің Нью-Йоркте жұмысы бар екенін айтады. Марта Хеленге эгоист болмай, өзінің жалғыз ұлын өзінен тартып алмай, барлығын тастап, осы фермаға келіп, нан пісіріп, малдың тезегін тазалағаны дұрыс болатынын айтады. Жылқымен серуендеуге шыққан Хелен адасып кетіп, үйге кеш оралады. Хелен бөлмелерінің тіпті жуынатын заттарына дейін тазаланғанын көріп, Мартаның барлығын жалғыз тазалағанын түсінеді. Джексон екеуінің жаңа жылды осы жерде қарсы алатындарын айтады. Марта ұлын сүйіп, онымен би билейді. Қонақтар кеткеннен кейін қайырлы түн тілеп, ұлының Хеленмен аймаласып жатқанын сыртынан бақылап тұрады. Хелен мен Джексон заттарын салып қалаға кетуге дайындалады. Марта қыздың тұмарын беріп, оны құшақтап, артынан ұлын құшақтап жібергісі келмейді. Жастар Нью-Йоркке оралады. Джексон подъездің жарығын тағы да жөндемеген еді. Марта жұмысқа қосылады. Құрбысы Джексонның анасы жайлы сұрап, басында бәрінің жақсы екенін, дегенмен көптеген отбасыда енелерінің барлық жерге бас сұққаны салдарынан ажырасатынын айтады. Жиналыс үстінде Хеленнің жүрегі айнып, коллегасының үстіне құсады. Түсінгеніміздей, оның аяғы ауыр еді. Жұмыстан оралған Джексонге осы жаңалықты жеткізеді. Солай жігіт үйленуге ұсыныс тастап, анасына осы қуанышты хабарды жеткізеді. Марта қыздың аяғы ауыр болғаны себепті үйленейін деп жатқандарын бірден түсінеді. Ол екеуіне керемет той ұйымдастырып береді. Тойға Мартаның енесі Элис те келеді. Элис Мартаның ақыры ұлын қасына алғанын айтады. Марта екеуінің қасына келіп, Элисті алып кетеді. Себебі Хеленнің онымен сөйлескенін қаламаған еді. Кешке азық түлік алып келе жатқан Хеленге подъезде бір бұзақы бас салып, ол өзінің аяғы ауыр екенін айтады. Бұзақы қыздың ішін тіліп, мойнындағы тұмарын алып кетеді. Солай Хелен ауруханадан бір шығады. Джексон бірден сонда келеді. Баланың жағдайы жақсы екенін біліп, үйлеріне жібереді. Үйге келген екеуін Марта күтіп алады. Оның үйге қалай кіргенін Хелен түсіне алмай әлек болады. Кешкі ас үстінде Хелен болған жағдайдың бәрін баяндап береді. Марта өзінің ферманы сатқысы келетінін, ол үшін Джексонның қол қоюы керек екенін айтады. Өзінің жасы келіп, Килмартынды қарап отыруға шамасы келмейтінін алға тартады. Марта кеткеннен кейін Хелен Килмартынды қайта қалпына келтіруге қанша ақша кететінін Джексоннан сұрап, өзінің баласын таза ауада, тыныш жерде өсіргісі келетінін айтады. Джексон өзінің әкесінің сол үйде қайтыс болғанын, сол күні анасы мен әкесі қатты ұрысып, әкесінің Робин Хайс деген ойнасына кеткісі келгенін, ашуланған анасы бөлмеден шығып кетіп, әкесі оның ізіне ергенін. Джексон анасына көмекке барамын деп, әкесін қатты итеріп жіберіп, оның жертөлеге құлап түскенін айтады.
қатты жылап анасын шақырғанын, ол қолында шеге жұлғышпен бір үлкен темір нәрсемен келгенін, қолындағы темірді жерге тастап, Джексонды құшақтап, бұл абайсызда болған нәрсе деп жұбатқаны есіне түседі. Хелен оған болған нәрсені ұмытып, өмірді жалғастыру керек екенін айтады. Солай екеуі кредит алып, ферманы жөндеуге ақшаны құйып, сонда көшіп барады. Марта өзі армандағандай ұлы қасына келеді. Марта ұлына Хеленнің біртүрлі болып жүргенін, кез келген әйелдің аяғы ауыр кезде өзгеретінін айтып, Хеленге көп жақындамағаны дұрыс болатынын айтады. Хелен шатырды тазалауға ашамын деп, қыруар өлі тышқанның астында қалады. Өзін босаңсыту үшін ваннаға су толтырып суға түсіп жатқанда Марта келіп шай әкеледі. Ол қызға массаж жасап, егер Джексон өз-өзін біртүрлі ұстаса деп қыздың миын улайды. Сондай-ақ өзінің Джексонға аяғы ауыр кезде күйеуінің өзін біртүрлі ұстағанын жасырмайды. Хеленді дәрігер ертеңіне тексеретінін айтып, оның амнioскопия жасағым келмейді дегеніне қарамастан, өзінің Джексонның алдында қызға аяғы ауыр болғанын және баланың дұрыс емес екенін айтқанда алдыртып тастағанын да айтып шығып кетеді. Хелен Джексонды шақыруын сұрайды. Марта төменге түсіп, Джексонге Хеленнің демалуы керек екенін айтады. Хелен кейін төменге түсіп ұйықтап жатқан Джексонды көреді. Ас бөлмеде Марта ояу жүрген еді. Хелен күйеуінің осында көшіп келгелі өзгеріп кеткенін айтады. Ертеңіне жылқылардың жарыс алдындағы жәрмеңкесі өтеді. Мартаның достары Хеленнің жағдайын сұрап, Марта оның өзін өте нашар сезініп жүр деп айтқанын айтады. Бұл жерге Элис те келген еді. Марта Хеленнің Элиспен сөйлескенін қаламай, оның есі ауысқан келіншек екенін айтады. Дегенмен Хелен оны тыңдамай, Элиске қарай бет бұрғанда, Марта айғайлап, жылқы шошып кетеді. Хелен жерге құлап, бұл жерден кетуге мәжбүр болады. Хелен дәрігерге барып, анализ тапсырып, баланың жағдайы жақсы екенін біледі. Дәрігер келіншектің үйде босанғысы келетінін естігенін айтады. Хелен өзінің қалай және қайда босанатынын әлі шешпегенін жасырмайды. Ол Мартаның өзі үшін бәрін шешіп, дәрігерге айтқанына қатты ашуланады. Джексон анасының қандай шешім қабылдаса да, Хеленнің жағдайын ойлап айтқанын айтып, екеуі ұрсып қалады. Хелен Элиске келеді. Ол кемпірден не үшін Мартадан аулақ бол деп айтқанын сұрайды. Кемпір өзінің сөзіне мән бермеуін айтады. Хелен осында келгелі Джексонның өзінен алшақтап, Мартаға жақындап кеткенін айтады. Кемпір Мартаның ат қорада жылқының боғын тазалап жүрген қыз болғанын, өзінің ұлын кездестіріп, аяғы ауырлап үйленіп алғанын айтады. Бірақ Мартаға тек ұлы керек еді. Туғаннан кейін күйеуінен алшақтап, Джексонды туған әкесі мен әжесіне қарсы қойған болатын. Ал қазір өзіне немере туғызып алғаннан кейін не істейтінін кім білсін дейді. Марта жесір қатынды жақсы ойнайтынын, одан өзінің ұлының ешқашанда кеткісі келмегенін, ешкімнің де Мартаны тастап кете алмайтынын айтып, мен Джексонды жақсы көремін, маған келсін, мен оған әкесі жайлы бар шындықты айтамын дейді. Хелен кештетіп үйге келеді. Марта мен Джексон бар жерден оны іздеп жатқан болатын. Ұйықтар алдында Хелен Элистің Джексонды көргісі келетінін айтады. Бұны Марта естіп қалады. Ол бірден қарттар үйіне келіп, Элиске осы жердің ақшасын өзі төлеп отырғанын, және өзінің ұлынан аулақ болуы керек екенін айтып, оны қорқытып, мұздай су ағызып, жанын қинап кетеді. Хелен Джексонге анасының өте қиын адам екенін, және оның қатты өзгергенін айтып, өзінің ұлын өсіруге Джексонның керек екенін айтады. Джексон өздерінің Нью-Йоркке көшкісі келетінін анасына айтады. Марта бәріне өзін кінәлап, бір асханада екі әйелдің болғаны дұрыс емес екенін айтып, Хеленнің өте жақсы қыз екенін айтып, заттарыңды жинап қоямын дейді. Марта дәрігер Франклинге келіп, Хеленнің шыдамсыз екенін және тезірек босанғысы келетінін айтады. Дәрігер окситоцин берсе, толғақты тез шақырып, бәрін тезірек жасауға болатынын жасырмайды. Марта жылқыларға беретін окситоцин ғой деп, келінінің аяғы ұл балаға ауыр екенін біледі. Джексон өздерінің жылқысын ат жарысқа басқа қалаға алып кетеді. Ал Марта болса өзінің арам ойын іске асырмақшы болады. Жылқыға беретін окситоцинді алып, езіп керемет торт жасап қояды. Элиске Хелен келіп, өзейдің суретін әкеліп, өздерінің көшіп бара жатқанын хабарлайды. Элис қыздың шешімін құптайды.
Хелен Джексонның өз қорқынышын жеңгенін қалағанын айтады. Элис өз ұлының абайсызда табалдырық астында тұрған металға сүрініп құлап қайтыс болғанын айтып, ол үйден кетер кезде өте абай болу керек екенін ескертеді. Түсінгеніміздей, Джексонның әкесінің ешқандай да ойнастық жасамай, керісінше Мартаның ойнастық жасағанын, қайтыс болар алдында Мартамен ажырасатынын айтқанын, оның абайсызда құлап, металдың ішіне кіруі салдарынан қайтыс болғанын айтады. Үйге келген Хеленді Марта әдемілеп үстел жайып, құлпынай қосылған тортымен күтіп алады. Хелен өзінің шаршағанын айтқанына қарамастан бірге тамақ ішуге отырып, бірақ тортты жемейді. Марта оның тортты өзімен бірге бөлмесіне алып кетуін сұрайды. Келіншек тортты ұстап бөлмесіне келіп, ертеңіне жолға шығуға өзінің киімдерін жинайды. Артынан қарны ашып тортты жейді. Марта болса шіркеуге барып сыйынып, өзінің дұғасын жасайды. Ал Хелен таңға қарай оянып, енесін таба алмайды. Ол алыста орналасқан үйге барып, өз көзіне өзі сене алмайды. Енесі ұл балаға бөлме дайындап қойған болатын. Сондай-ақ өзінің тұмарын осы жерден тауып алады. Өзіне қастандық жасаған енесі екенін түсінеді. Марта келіншекке сюрприз жасағанын айтып, ақталады. Хелен жылағысы келіп, өз-өзін қолға ұстауға тырысады. Марта оны үйге қолынан ұстап алып келе жатады. Келіншек өзінің қатты шөлдегенін айтып, енесі кете бергенде көлікке қарай жүгіріп, мініп, үйден қаша жөнеледі. Ол фермадан айналып әрең дегенде шығады. Не керек, көлігі бір жерге келіп тоқтайды. Оған малшы жігіт келеді. Хелен дәл осы адам өзіне қастандық жасағанын біліп қашады. Дегенмен шалшыққа көлік тоқтап қалып, жолға әрең дегенде өз аяғымен жетіп, машиналарға қол бұлғап тоқтатуға тырысады. Бірақ Марта келіп тоқтап, оны үйіне қайта алып кетеді. Үйге келген Хеленнің толғағы басталып, жаны қысылады. Енесі Хеленнің жалынғанына қарамастан, оған дәрігер шақырмай, оның қиналып, өзі тууы керек екенін айтып, күтіп отырады. Ат жарыста отырған Джексонға ауылдасы келіп, Мартаның енді ферманың сатылмайтынын айтқанын айтады. Телефонға хабарласқан Джексонға шешесі бәрінің де жақсы екенін айтып, Хеленмен сөйлестірмейді. Хелен шыңғырып телефонға жете алмай қалады. Джексонның іші бір жамандықты сезіп, бірден үйге жол тартады. Марта болса өзі Хеленді босандырады. Оның ұлын өзі алып, мамаңа кел деп өзі өлең айтып, Хеленге бермей алып кетеді. Хелен өте көп қан жоғалтады. Ал Марта болса оның көрпесін білдіргенін айтып, өзінің өте әлсіз болып, үйде босанамын деп, өте көп мөлшерде қан жоғалтқанын айтып, мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым деп, оған өлтіретін дәрі салайын деп жатқанда, Хелен оның қолын итеріп жібереді. Осы кезде Джексон үйге келіп қалады. Марта баланы қолына алып, Хеленнің өте керемет екенін айтып, балаңды ұста, келіншегің демалуы керек деп оны алып кетеді. Түн ортасында дәрісін алып, өзінің бастаған ісін аяқтауға жаймендеп бөлмесіне кіріп келеді. Өкінішке орай Джексон келіншегінің қасында отырған болып шығады. Сасқан Марта оның өзінің бөлмесіне баруын сұрайды. Дегенмен Джексон келіншегінің қасында болғысы келетінін айтады. Таңертең Хелен көзін ашады. Өзінің қарны ашқанын айтып, Джексонды ас бөлмеге жібереді. Артынан ас бөлмеге келіп, енесі мен Джексонды көреді. Ол сарайдан Джексонның әкесінің аяғы жығылып қайтыс болды деген темірді сөмкесіне салып әкеледі. Ол Джексонға әкесінің абайсызда құлағаннан емес, біреудің оны өлтіргенін айтады. Ол Джексонға әкесінің абайсызда құлағаннан емес, біреудің оны өлтіргеннен қайтыс болғанын айтады. Сондай-ақ оның ойнастық жасамағанын, керісінше Мартаның ойнастық жасағанын айтады. Марта Элистің бәрін айтып бергенін түсінеді. Ол ештеңені мойындамайды. Хелен кеше түнде өзіне дәрі салып, өзін өлтіргісі келгенін жайып салады. Ол Мартадан ешкімнің де кете алмайтынын, әдейі Джексонды әкесінің өліміне кінәлі етіп көрсетіп, өмір бойы өзінің қасында болғанын қалағанын айтады. Марта шыңғырып, Джексон келіншегімен баласын алып, осы үйді толық сатып, енді шешесін көрмейтінін, себебі оның енді жоқ екенін айтып, шығып кетеді. Хелен мен Джексон ұлдарын алып, Элиске алғаш рет шөбересін көрсетеді. Солай Марта өзінің қазған орнына өзі түседі. Осымен біздің кино шолуымыз аяғына жетті. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды.